Ассалаумағалейкум Қызыл қағаз YouTube арнасының көрермендері. Біз бүгінгі видеомызда Бразилия ұлттық құрамасы мен Реал Мадрид клубының ойыншысы Винисиус Жуниор туралы қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Бейнеролигіміз басталмастан бұрын арнамызға тіркеліп, осы бейнеролигімізге лайк басып пікір қалдырып кетіңіз, біз үшін бұл өте маңызды. Ендеше бастайық. Винисиус Жуниор әлемдік футболда өзін танытып, үлкен жетістіктерге жетіп келе жатқан жас футболшы. Оның мансабы тек техникалық шеберлікпен ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік мәселелерге қатысты белсенділігімен де ерекшеленеді. Винисиус Жуниордың өмірі мен мансабы туралы толығырақ айтайық. Ерте өмірі мен мансабы. Винисиус Жуниор 2000 жылы 12 шілдеде Бразилияның Сан-Гонкало қаласында дүниеге келген. Ол кішкентай кезінде футболға қызығушылық танытып, 7 жасында өзінің алғашқы футбол командасына қосылған. Бірнеше жыл бойы жергілікті клубтарда ойнағаннан кейін, 2010 жылы Фламенго академиясына қабылданды. Винисиус өте жас кезінде ерекше дарындылығын көрсетіп, футбол әлеміне көзге түсті. Фламенгодағы мансабы. Фламенгода Винисиус Жуниор 2017 жылы негізгі құрамға шықты. Ол өз жасынан әлдеқайда ересек футболшылардан ерекшеленіп, команданың ең үздік ойыншыларының бірі болды. Осы кезеңде оның жылдамдығы, техникалық шеберлігі және ұтымды дриблингі танылып, үлкен клубтардың назарына ілікті. 2017 жылы Фламенго мен Винисиус Жуниор арасында келісімшарт жасалды, ал 2018 жылдың мамыр айында Реал Мадрид оны 45 миллион еуроға сатып алу туралы келісімге қол қойды. Реал Мадридке көшуі. Реал Мадрид Винисиус Жуниорды 2018 жылы сатып алғанымен, оның бірінші маусымы Испанияда емес, Бразилияда өткізілді. Себебі, Винисиус 18 жасқа толмағандықтан, халықаралық трансфер ережелері бойынша ол әлі Испания чемпионатында ойнай алмайтын еді. Осылайша Винисиус 2018 және 2019 маусымынан кейін ғана Реал Мадридке қосылды. Ол жаңа клубта алғашқы жылдарын өте қиын өткізді, бірақ уақыт өте келе өзінің жарқыраған шеберлігін көрсетті. Реал Мадридтегі жарқын сәттері. Винисиус Жуниордың Реал Мадридтегі алғашқы жылдары қиын болғанымен, соңғы жылдары ол командада негізгі ойыншыға айналды. 2020 және 2021 маусымында оның ойын деңгейі күрт өсті. 2021 жылы УЕФА Чемпиондар Лигасының жартылай финалында Челси клубымен болған кездесуде оның қатысуы маңызды болды. 22 жылы Реал Мадрид Чемпиондар Лигасын жеңіп, Винисиус финалда гол соқты. Бұл оның карьерасындағы ең үлкен жетістіктердің бірі болды. Дриблинг пен жылдамдығы. Винисиус Жуниордың ойында ерекше назар аударатын қасиеті оның дриблинг шеберлігі мен жылдамдығы. Ол қарсылас қорғаушыларды оңай өтіп кетіп, ойында шұғыл өзгерістер жасау қабілетіне ие. Оның жедел қозғалысы мен қуатты аяқтарының арқасында ол жиі алға шыққан кезде қарсыластардың ойын жүйесін бұзады. Бразилия ұлттық құрамасындағы рөлі. Винисиус Жуниор Бразилия ұлттық құрамасына 2021 жылы қосылды. Оның дебюті әлем чемпионатына дайындық кезінде өтті, және осыдан кейін ол командаға тұрақты түрде шақырылып тұрады. Әлем чемпионаты 22 жылы Қатарда өткенде, Винисиус құрамның маңызды ойыншыларының бірі болды. Оның жылдамдығы мен техникасы ұлттық құрамның шабуылын күшейтті. Винисиус Жуниор тек футболшы ғана емес, сонымен қатар белсенді әлеуметтік тұлға ретінде де танымал. Ол футболда қара нәсілділерге қатысты кемсітушіліктің тоқтатылуы үшін күресіп, өзінің әсерлі сөздерімен қоғамда маңызды орын алады. Оның әлеуметтік желілерде көптеп жазған посттары мен қоғамдық пікірлері жастарға үлгі болып табылады. Шабуылшы ретіндегі дамуы. Винисиус Жуниор ойыншы ретінде өзінің мансабында айтарлықтай өзгерістерге ұшырады. Оның алғашқы жылдары тек жедел және техникалық футболшы ретінде танылған болса, қазіргі уақытта ол шабуылшы ретінде де өте тиімді, сондай-ақ команда үшін маңызды ойыншыға айналды. Ол тек гол соғып қана қоймай, сонымен қатар шабуылдың ұйымдастырушысы ретінде де алаңда көрінеді. Таланттың танылуы мен марапаттар. Винисиус Жуниор бірнеше рет түрлі футбол жүлделеріне ұсынылды. Оның ішінде құрметті футболшы номинациялары мен үздік жас футболшы жүлделері бар. Ол сондай-ақ 2021 жылы Laureus World Sports Awards марапатында үздік футболшы атанды.
Винисиус Жуниор өзінің жасына қарамастан көптеген жетістіктерге қол жеткізді, және оның мансабының алдағы болашағы әлі де жарқын. Футболдағы әсері мен әлеуметтік белсенділігі оны тек талантты ойыншы ғана емес, тұлға ретінде де танымал етеді. Ал достар, Винисиус Жуниор туралы дайындаған қызықты ақпараттар жинағымыз өз мәресіне жетті. Бейнеролигіміз ұнаса лайк басып арнамызға тіркеліп кетіңіздер, және де пікір қалдыруды да ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.